Неге біздің елде осынша нефт бар? Бензин не үшін бізде қымбат? Оны кім пәленшілер жеп жатыр? Бізге неге бермейді? Олар мынандай жерде тұрады, неге бізге болмайды? Алла сенің рызқыңды сонда тартып алды ма? Немесе саған беріп тұрған рызықты аналар тартып алып қойды ма сонда? Солар болмағанда саған рызық көбірек келеді деп ойлап жүрсің бе сонда? Солай бола ма? Болу мүмкін бе жоқ па? Мүмкін емес. Алланың берген рызқы осылай келеді. Жазбағаны, егер сен патша болсаң да жей алмайсың. Солай ма жоқ па? Қанша билік иелері бар, бірақ қана пиалайда бағанағы кішкентай кеседе сорпа ішеді. Оның етін жей алмайды бейшара. Себебі оны жесе асқазаны жарылып кетеді. Ауру осылай. Өзі сойған қойдың етін жей алмай өліп кетеді олар. Сонда сен не Алланың тағдырына қарсы келейін дедің? Адамдардың жамандығы әрбір істеген істің не десе болады? Есебін осы дүниеде алып алайын дейді да. Неге болай? Болмау керек. Мен тірі екенмін, осыны құртып кетуім керек. Сонда ақыретке ештеңе қалмады ма сонда? Яғни бүткіл өкім осы жерде жетілсе, сонда не үшін оны яумул хисаб деп айтылды қиямет күні? Есеп күні деп не үшін намдалды қиямет? Әшейін ба сонда? Сол күнде бар, иншалла барсаң, Алла ақыңды алып береді. Соған сен. Сенуің керек сен. Не үшін сен мұсылман болдың? Сол ғайыпқа иман келтіргендігіңнен сен мұсылман болдың. Сол қияметте, сол патша қанша зұлым қылса қылсын, Алла субханаху ва тағала саған алып береді. Саған жақсылық осы дүниеде берілгені жақсы ма, немесе қияметте ме? Қияметке алып қойылғаны сен үшін сөзсіз жақсы. Бірақ бұл дүниеде саған берілсе, Аллаға ма да қайтасың? Тура жолмен келсең. Осы дүниеде есепте, мына жүр ғой, мына арабтарда жүр ғой қазір мына. Патшалардың өкімін шешеміз деп, Қазір неше жыл болды қазір? Әлі бір жерде тыншыған жоқ. Мына кешеп, сендер енді оны біліп жүрсіңдер жоқ. Мысырдың патшасын және бір рет алып тастады қазір. Және алып тастады. Ихуани еді, оны алып тастады. Енді және біреуді қоймақшы. Таңдап қойған адамдары және алып тастады. Оларға қылыш керек негізінде. Саддамды алып тастады, ол қазіргі шейін қан төгіліп жатыр. Ол не бір ифлас болса да, сол жерде адамдардың қарнын төкпей ұстап тұрған еді. Ешбір шиит әхлі сүннамен соғысып, немесе бір американец келіп адамдарды атып атқан емес еді. Ол ешкім Саддамды ақтайын деп атқан жоқ, ол оның ифластығы өзіне. Солай ма? Бірақ мұсылмандардың қаны сақталған еді. Негізінде Аллах субханаху ва тағала Наби саллаллаху алейхи ва салламға түсірген шариғатта мұсылмандардың қанын бәр нәрседен азиз қылып қойған. Ибн Умар радиаллаху анху айтады, қара тасқа келіп тұрып, сен құрметтісің дейді, бірақ мұсылманның қаны сенен абзал дейді, сенен құрметтірек. Мұсылманның қаны одан құрметтірек. Болар қанша адамдардың қандарын төгіп атқандарымен жұмыстары жоқ. Не істейміз дейді? Исламский демократияны орындаймыз дейді. Ислам демократия, ол тура келмейді ол нәрсе. Ол Аллах субханаху ва тағаланың дініне қарсы нәрсе, ол дұрыс емес ол нәрсе. Солай ма жоқ па? Олар өздері демократия қылған деп отыр ма? Қыла берсін. Олардың қазір істеп тұрған істері, Шейх-ул-Ислам Тайми рахимахулла айтқандай, қай бір қауымда егер патшалар қарсы шығатын болса, олардың алып келген жақсылықтары, жақсылықтарынан олардың жамандықтары көп. Оларға болып тұрған, артынан келіп тұрған жамандықтары, олардың алып келген жақсылықтарынан көп. Онда неге әрекет қылып жатыр олар? Қай бір ел жақсылыққа жетті осы көтеріліс себепті? Кейбір мақсат иелері өздерінің мақсатына жеткен шығар. Дүниесін алды, басқасын қылды, банкін толтырып алған шығар. Бірақ халық не болды? Халық одан да бетер кедей, одан бетер бишара, байып жатыр, кедей одан бетер сынып жатыр. Қан төгілген бишаралар не үшін өліп кеткенін білмейді аналар. Наби саллаллаху алейхи ва саллям айтады, қияметтің белгілерінің бірі, өлтіріп жатқан не үшін өлтіріп жатқанын білмейді. Өлген не үшін өлгенін білмейді. Біреу атып кетті, не үшін білмейді бишара, не үшін өлді ол. Не үшін ол кісіні атып кетті олар. Не үшін оның үстіне бомба түсті бол. Не үшін мынау ақмақ келіп оны жарып жіберді, білмейді. Біліп жатқан жоқ. Өлгенде бір дұрыстап өлсе дұрыс қой, енді өлсе де дұрыс.
бір жақсы бір шариғатқа сай өлсін, не ажалымен осылай бір жатып өлсін, немесе бір қызметті орындап өлсін. Бейшара ол білмейді не үшін өліп жатыр, не үшін өлтірді оны. Мынау атып жатыр ананы, не үшін атып жатыр? Ату керек. Ату керек, оған ат деген болды, атып жатыр ол. Ол фитна Наби саллаллаху алейхи уассаламның уақытында сол көре алмаушылықтан шығып келген бәле ол. Не үшін олар былай, не үшін бізде жоқ? Мына көрші мемлекетті қара, ондай, сенің мына мемлекетте бізде олай, оларда бүйтеді, бізде неге жоқ? Осылай. Барлығы өздерінің мемлекеттерін басқа біреуге салыстыруменен альхамдулилля деген қауым жоқ. Мына мемлекет, мына Саудияда тұрмыз, көріп жатсыңдар, елдер тыныш, альхамдулилля. Біздің жағдайларымызда егер жалпы көретін болсақ, тыныштық, альхамдулилля. Аман жолда барасың, келесің, хажың істейсің, умраң істейсің, ибадатын орындайсың, таухид айтсаң айтасың, сүндет айтсаң тыныш. Бірақ разы емес адамдарда толып жатыр. Толып жатыр. Не үшін біздің айлығымыз 5 мың, 10 мың емес? Куейтте біздің істеген ісімізге 10 мың береді екен дейді, Куейтте жанымызда. Не үшін бізге 5 мың? Оған ұқсаған адамдар толып жатыр. Бір ақмақ жетіспей тұр, жалау көтеріп шыққан бір ақмақ жетіспей тұр. Сол көтеріліп шықса, жанында ақмақтар көп. Шығатын надандар, жахилдер толып жатыр. Мына патша сендерге әділдік қылмай жатыр, мен келсем былай істеп берем дейді ғой. Барлығы өтірік өзі. Бірақ халық сенеді соларға. Мынау шығып тұрған депутаттар сияқты, мынау істемеді, мен сендерге бүйтіп берем дейді де, азғантай бастап қояды оны. Аллаху алам, ақыр қашан бітеді. Солай ма? Халық сенеді солар. Халық сондай білімсіздік болғаннан кейін осылай. Егер пайғамбармын деп шықса, бар соның артынан еретіндер. О, бір жылы бір әйел Америкада адамдарға жұма оқып бермекші болды. Естерінде ме? Естерінде ме? 10 жылдай болып қалды оған. Америкада әйел кісі жұмаға хұтба өтіп, машалла. Адамдар бар, артында бар, соның артында намаз оқып отқандар бар. Көрдің бе? Сондай. Егер пайғамбармын деп шықса, бір адам артында бар, еріп жүргендер. Сол үшін анау ақжол, бақжолдардың жолдары жүріп кетіп жатыр да, солардың себептерінен. Бір қабірді жақсылап, анау пысық қыспенен, бағанағы турецкий нелерменен әшекейлеп, бірнеңке қылып көтеріп, ол көтеріп мына жерде бір әулиеде, мүмкін есек өлген шығар ол жерде, Аллаху. Мынау әулиеде көтеріп қойса, бірнеңке қылып трактор әкеліп, бірнеңке қылып құдық қазып, бірнеңке қылып су шығарып қойса ана жерден, о, пәленше ата, пәленше әулие мына құдықта қолға бір тықса бағанағы жерден құдық шығып келген екен деп алдаса, сенеді адамдар. Көрсең автобус келіп жатыр адамдар. Сол жерде шырақ-шыралда кеп қалады бірден, ол тарихы да шығады ол құдықтың, оның қиссасы да шығады ол мешіттің бағанағы. Солай ма? Жүздап адамдар, нормальный бизнес ол. Жақсы бір сауда жүреді ол жерде. Қонақ үйлер салынады ол жерде сосын, кетіп жатыр, болып жатыр нәрселер. Неге? Халықта білім жоқ. Халықта білім жоқ. Ол дәрежеде Наби саллаллаху алейхи вассаламның сүндетін адамдардың арасында осылай жаю керек адам. Тарату керек адамдардың арасында. Адамдар таухидты білсін, сүндетті білсін, Наби саллаллаху алейхи вассалам манхажын білсін, сахабалардың жолын білсін. Солай ма? Сонда ерушілер аз болады ондай ақмақтарға.